Жеңгем адамгершіліктен жұрда екен. Өмірде болған ой саларлық оқиға. Жеңге дегенде қайнылары мен қайын сіңілдерін ерекше еркелетіп, олармен сырласатын, қайын жұртын құрметтейтін жанды көз алдыңа елестеткің келеді. Мен бұрын ағам үйленбей тұрғанда болашақ жеңгем сұлу, ақылды, пысық, инабатты болады деп ойлайтынмын. Өйткені менің ағам нағыз азамат. Біз оны өмір бойы өзімізге үлгі тұтып келеміз. Жеңгем алғаш біздің үйдің босағасын аттаған кезде мен 9-шы сыныпта оқитын оқушы едім. Ең үлкен ағам келін әкелді дегенде отбасымызбен қатты қуандық. Өйткені жасы 30-дан асқан Нұрбек ағамның үйленгенін бәріміз күтіп жүрген едік. Қалада оқу оқып, жұмыс істеп, үй алып, туған туысқа көмектесіп, өзін ғана емес, көптің қамын ойлайтын ағамда ертерек отбасын құруға уақыты болған жоқ еді. Ағамнан кейінгі 2 әпкем тұрмыс құрды. Сонда анам баласының үйленбей жүргеніне қатты алаңдайтын. Айтпақшы, біз отбасында 5 ағайындымыз, 2 әпкемнен кейін тағы бір ағам бар. Мен үйдің кенжесімін. Сонымен үйіміздің тұңғыш келіні түсті. Жеңгемнің көркінде сөз жоқ, сұлу, бірақ орысша тәрбиеленген, қазақша жақсы сөйлей алмайтын қаланың қыз екен. Әкем мен анам алғашқы күндері ақ жеңгемнің тік мінезділеу, өткірлеу екенін байқаса да, жас қой үйреніп кетеді, қазақшасы да түзеленеді, деп өзара күбірлесті де қойды. Өз басым жеңгемді бірінші күннен ақ ұнатпадым. Қазір ойлап қарасам, сол кезде ауылда ата-әженің, әкем мен анамның қаталдау тәрбиесін көргендіктен бе, маған жеңгемнің қылықтары ерсілеу көрінген екен. Ол келін болып түскен күннің ертесінде ең болмаса ата-енесін, келім-кетімді, қонақтарды сыйлап, ерте тұрудың орнына түске таман бөлмесінен әрең шықты. Ағам таңғы шайға өзі келіп, Жаннаның аздап басы ауырып тұр екен. Жата тұрайын деді, деп қойды. Баласы үшін анам байғұс қайтсын. Жарайды, шаршаған ғой, тынығып алсын деді де қойды. Қызықтың көкесі 2-3 күннен кейін басталды. Анам ас даярлап, дастархан жасап, шауып жүреді. Ал жеңгеме бәрібір, тамағын ішеді де тұрып кетеді. Ағам 1-2 рет ескерту жасап еді. Жаным, мен ауылдың тірлігін жасай алмаймын ғой. Ауа райы да жақпай жатыр. Қолым жарылып кетті. Басым ауыра береді деп қайта ағамның мазасын алды. Жұмысынан 2-3 аптадай демалыс алып, тойын өткізіп, ауылда аунап-қонап біраз уақыт ата-ананың бауырларының қасында болуды жоспарлап келген ағам, той өткен соң 1 аптаға жетпей қалаға кететін болды. Біздің үйдегілер баламыз бақытты болсын, өзі таңдап алған жары ғой деп баталарын беріп шығарып салды. Ағам үйленгеннен кейін 1 жылдан соң ұлды болды. Ата-анам тұңғыш немерелерін көруге асығып қалаға жиналды. Малдарын сойып, тәтті дәмдісін артынып-тартынып баласының үйіне келді. Алайда кеткендерінен келгендері тез болды. Олар үйге қайтып келгеннен кейін әкем мен анамнан бәріміз қаумалап, кішкентай інішегіміз қалай екен, кімге ұқсайды, жапа тармағай сұрап жатырмыз. Сонда анам, жақсы, аман болсын әйтеуір, Нұрбегімнің тұңғышы ғой деп жылап жіберді. Анам қуаныштан жылады ғой деп бәріміз күліп жатырмыз, бірақ анамның өңі бір түрлі сынық көрінді. Кейіннен білдім ғой, жеңгем әкем мен анам барғанда баласын көрсетпей, тар үйді онсыз да ауа жоқ, адам көбейіп кетті деп жақтырмаған көрінеді. Оны кейіннен ағам мен жеңгем ұрсысып жатқанда ағамның сөзінен ұқтым. Мен 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін ағам мені өз қолымда тұрып оқисың деп жатақханаға тұруға рұқсат бермеді. Мен жеңгеммен бірге тұрғым келмесе де ағамның көңіліне қарап келістім. Олардың үйінде зорға шыдап 2-ші курста жатақханаға ауысып кеттім. Өйткені мен ағам мен жеңгемнің ұрысынан әбден мезі болдым. Жеңгем ағама айтпағанды айтып, тіпті біздің әулетке тіл тигізген кездері де аз болған жоқ. Ағам кейде үндемей құтылса, кейде ашуға жеңдіріп, сабапта алады.
Тілінің аштылығымен қоймай, жеңгемнің қолынан түк келмейді. Пісірген тамақтары дәмсіз, үй шаңнан көрінбейді, киім-кешектері әр жерде шашылып жатады. Кейде ағам осынша салақ қызға қалай қараған деп ыза боламын. Ағам жұмыстан келгенде баланы сылтауратып, не уақытында тамақ жасамайды, не оның киімдерін үтіктемейді. Ағам дүкеннен дайын тамақ ала келеді, киімдерінде өзі үтіктеп алады. Бірақ шыдамның да шегі бар ғой. Кейде әйеліне ештеңеге үлгермейсің, ең болмаса бір уақыт тамақ жасап қойсаң қайтеді деп ұрысады да. Тіпті шапалақпен де салып қалады. Бірақ ол қит етсе шешесін шақырып, кетемін, балаңды ешқашан көрмейсің деп көкбеттеніп айқайлайды. Бірде сабақтан үйге келсем, есіктің алдында ата-анам тұр. Ауылдан келген әке-шешемді көріп қатты қуанып кеттім. Неге сыртта тұрсыңдар, үйге кірмейсіздер ме деп қоямын. Үйде ешкім жоқ қой, Жанна деп дауыстап есік қақсақ та ешкім ашпады. Бір жерге шығып кеткен ау деймін деп анам өздерінің осы жерде 2 сағаттан артық тұрғанын айтты. Сосын мен өз кілтіммен есікті ашсам, жеңгем шашы жалбырап төсектен енді тұрып келеді. Шашылып жатқан үйдің ортасында баласы ойнап отыр. Сонда деймін ауылдан ата-енесінің келгенін естіп тұрып, есікті ашпай, дәті шыдап жата бергенін айтсаңызшы. Жеңгемнің осындай қылықтары қанымды қарайтады, бірақ амал қанша. Қазір ағамның үйленгеніне 3 жылдан асты. Бір қалада жүрген соң ағамның үйіне анда-санда барып тұрамын. Ағам бір түрлі жүдеп, үнемі көңілсіз жүреді. Бұрынғы ашық жарқын, бауырмал, елгезек Нұрбекті танымай қаламын кейде. Өзі ішімдік ішуді жиілетіпті. Түнде үйге қонбай, көп қыдыратынды шығарыпты. Қашан барсам үйлерінде ұрыс керіс. Түнде қайда болдың, тағы ішіп келдің бе? Деп айғай шығарады. Осыдан маған қолың тиетін болса, ағама айтып, көзіңе көк шыбын емелетемін. Менімен ажырасамын деп ойыңа кіріп шықпасын деп айғайды салып жатқан жеңгемнің ащы даусы шығып жатады. Ағамның өз әйелінен көңілі әбден суып қалған сияқты. Тек баласын қимағандықтан ажыраспай жүреме деп ойлаймын. Нұрбек ашылып ештеңе айтпаса да, оның шақшадай басы шарадай болып жүргенін сеземін. Әттең, ағамның өз теңін таппағаны өкінішті.